Енді самал дігірманларының тарихына тоқталып өтсек, өзі бірінші самал дігірманлары қай жерде пайда болған екен деп қызықсаңыз керек, Самал дігірманлары хақындағы ең әйемгі мағлұматлар эрамызға шекемгі 644 жылда парсылы дігірманшы тарапынан тілге алынған. 915 жылда болса араб географы Аль-Масуди өз дөретпелерінде Парсының Сиестан аймағында самал дігірманлары қолданылғанын жазып қалдырған. Бұл дігірманлар горизонтал айланушы пәтпеліктерге ие болған, дән майдалау һәм су шығару үшін қолданылған. Самал дігірманларының дәслепкі формалары Парсыда пайда болған деп есептелінеді, һәм кейінірек жақын шығыс һәм Европаға тарқалған. Дәслепкі самал дігірманлары горизонтал формаға ие болып, пәтпеліктері вертикал оққа орнатылған. Бұл дегені дігірман ішіндегі әрекет қаптал тәрептен есуші самал жәрдемінде жүз берген. Имарат ішінде самал кіру һәм шығу орынлары бір-біріне қарамақ қарсы жайластырылған. Бұл болса самал ағымын және де нәтижелі басқару имканиятын берген. Самал тәсірінде дігірман айлана басылайды және оның ішіндегі екі жұп тас әрекетке келген. Бұның нәтижесінде дән майдаланған. Ахметлісі, бұл дігірманлар ешқандай тиісті механизмлерсіз тікелей істеген.